Отбасы банк арқылы оформить етілетін ипотекалардың біреуі жасыл ипотекаға 2025 жылы өзгерістер енгізіліп жатыр. 2025 жылы өзінің ипотекалық бағдарламаларға енгізілген өзгерістермен ерекшеленіп жатыр. Бұрынғы шарттар 20% құясыз, 35 миллионға дейінгі үйді аласыз және жасыл категориясына сәйкес келетін үйден первичный, яғни жаңа салынып біткен квартираны ғана таңдай алатынсыз. Ал 2025 жылы енген өзгерістер 3 категория 3 түрлі процентпенен үй ала алады. Біріншісі үйге кезекте тұратындар, оған шаңырақ бақытты отбасының үміткерлері 7%пен, әскери қызметкерлер 8 және жай адамдар, Қазақстан Республикасының азаматтары және белгілі бір әлеуметтік категориясы жоқтар 12,5%пен ала алады. Оған біздер жатамыз, ешқандай категориямыз жоқ, не туда, не суда жүретін адамдар, және апрель-май айларында басталады деп күтілуде. Заранее депозит ашып дайындаласыз. Және екінші бір енген өзгеріс вторичкадан үй алуға болады. 2016 жылдан бері қарай салынған үйдің тізімі шығады, заранее алдын ала сол үйден таңдап ала аласыз.